правая, спонсорская, малая, большая, нету. Мы все одинаковые. У нас у всех бизнес один. Это Travolum. Я хочу на сцену пригласить семейную пару. Амангельда и Луиза. Эти люди, я еще раз говорю, за ними большая, огромная международная команда. Аман, Луиза на сцену. Казахшада айтуға болады, орысшада айтуға болады, на всех языках мира. Здравствуйте, я представлюсь, меня зовут Аман Мандыев, фамилия Бакалиев. Я сам родом с Кустанайской области, живу в Алматы уже 30 лет. В Travolum я, когда компанию узнал, я в первую очередь заинтересовался как путешествовать. Меня заинтересовало, что здесь можно использовать как накопительную систему. Но когда я увидел, что возможности работать по партнерской программе и строить бизнес, меня это еще больше зацепило. И на первом этапе тогда о Travolum практически вообще никто не знал в Казахстане, и было очень сложно начинать. Были свои трудности, люди не верили этому, люди думали, что это... Спрашивали, кто еще ездил. Мы говорили, что никто не ездил, но есть возможность быть первым. Это вы представляете, когда в поле снег все выпал, и вы выходите и не знаете, где дорога. И вы идете первый в никуда, прокладываете первую лыжню. И эта первая лыжня нас сначала кажется сложной. Но когда люди потом, поверив вам, идут по вашему следу, вы оборачиваетесь и видите, что за вами идет уже большая команда. Это уже ваша ответственность, и это вдохновляет. За 2 года, то, что я в компании здесь, мы уже путешествовали не раз через наши замечательные платформы. Travel Site, мировые туры. Мы путешествовали с семьей, посетили более 6 стран на сегодняшний день. У нас было 6 мировых туров. Через некоторые туры мы еще другие страны охватили. В плане у нас теперь на март месяц у нас уже забронирован уже и Китай, Санья. На апрель мы уже на Бали едем. В марте мы уже планируем уже с семьей с детьми поехать в Дубай еще раз, потому что им понравилось, они первый раз, когда выехали с нами, но сейчас они просят еще раз туда поехать. Когда это они осознанно, сейчас у детей такое осознанно, хотим прочувствовать это все. Я думаю, что для каждого из вас, кто здесь находится, это большая возможность. Как мне говорят, и путешествовать, и вообще и строить бизнес. Мне вообще Мунир Арахвет так вдохновлен, так классно рассказывает. Иногда прям по Хочется опять с нуля начинать, да? Да, хочется заново зарегистрироваться и заново. Но вы представляете, из стран бывшего Советского Союза открыты только 4 страны. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан. Сейчас очень много людей просят открыть Украину. Очень много людей просят открыть Россию. Но как санкции закончатся, президент сказал, обязательно сразу откроют Россию, Украину и другие страны. И это вы понимаете, сколько людей у нас связаны. Россия, Казахстан, мы же все связано. Как только откроются эти страны, вы представляете, сколько ваших знакомых присоединятся в вашу команду и будут вашими единомышленниками, с которыми вы будете путешествовать, ну и, конечно, строить международный бизнес. Это самый замечательный бизнес, который из минимальной суммы входа для себя лично вы можете построить такой бизнес. Аман, вопрос. В марте бронировал мировые туры с 3 по 8 марта? Нет. Дубай. В прошлом году? Нет, в этом году. Нет, не в этом году. Мы в прошлом году. А я хотела еще промоушен сделать на тебя, еще возвышать это. Если я услышала, что в марте он делает Дубай. У него 5 дочерей, я думала, он на 8 марта, с 3 по 8, может, наверное, дочерям или жене, наверное, этот организовал тур. Мы с Яндалосом. С 3 по 8 марта есть мировой тур у нас. Дубай Шератон. Это такой отель, оно находится вообще пальма Джумейра. Прям с высоты смотрите, да, это вообще шикарно. С 3 по какой? С 3 по 8 марта. Как раз жене подарок на 8 марта.
и 5 дочерям. Классный подарок? Конечно. Вообще. Луиза. Айта беріңіз қазақша. Рахмет. Мунирахан, рахмет. Көп-көп. Луиза, саған микрофон берейік. Армысыздар? Бүгінгі келген қадамдарыңызға нұр күтсін. Мунира ханым айтқандай, әр қабылдаған шешім ол сіздердің өміріңізді, өз шешімдеріңіз, өздеріңіздің өмірлеріңізді өздеріңіз шешіп отырсыздар да. Сондықтан да енді Амангелді мырза бастап жатыр ғой, осы Прогорим компаниясына келген кезде қалай болды, ол кісіге енді Гүлсім ханым әпкесі туған, енді туған әпкеміз, бауырларымыз бізге айтса, әрине ішіміз жылып салып, қолдауға тұрамыз ғой, қолдай жөнелеміз. Енді бұл кісіге Луиза, извини, Гүлсім Шайықова дегенді, бұл кісілер көбі білмейді, қонақтар. Гүлсім Шайықова деген первый амбассадор Казахстана, который вы должны историю свою знать, где вы находитесь, в какой компании. Этот человек на сегодняшний день 300 амбассадор нашей компании, а первый амбассадор Казахстана у нее, первый чек Казахстана. Собственно, братишкасы, нация әйелі. Это семейный бизнес. Мы историю должны знать. Гүлсім ханым шақырған кезде Амангелді мырза бизнеске қаратты, ол кісі сразу кірісіп кетті, тез арада бизнесті мына жерде қаншалықты табыс табуға болатынын көрді да, тез арада шешім қабылдады ол кісі. Одан кейін енді қасындағы жолдасы маған айтады ғой, жарына. Маған айтқан кезде менің негізгі өзімнің бизнесім сұлулық саласы, сол жақта. Мен өмірі еш уақытта мынандай сетевой маркетинг дегенді білмеймін. Бұл жолда ешқандай бұл салада істеп көрген жоқпын. Енді біз істеп көрмеген адамдар қайтеміз, қорқамыз ғой. Бірінші реакциямыз біздің бүкіл нервыларымыз, жүйкелеріміз қорқып қаша жөнелеміз. Мен де солай ең бірінші айтқан кезде мен айттым, Амангелді өзің жасай бер, мен саған шынымен жарайсың, қолдаймын, бірақ менсіз жасай бер деген болатынмын. Одан кейін әрине енді жанымда болғаннан кейін 2 айдай сыртынан бақыладым. Қалай екен деп. Өйткені қалай екен деп бақылайтын себебім бұл жерде ең бастысы жаңа продукт путешествие, саяхат қой. Ал енді егер БАДы болған кезде, жаңа Мунира ханым айтып отыр ғой, БАДы істедім. Мен істей алмайды екен БАДыны. Сондай БАДы, дәрілер, косметика, ондай салада енді қорқақтаймын. Соның БАДы болған кезде мен жауып тастайтын едім, бұл істі қарамайтын едім. Бұл жерде енді саяхат болғандықтан мен жапқан жоқпын. Жоқ деп айтқанмен де мен бақыладым жолдасымды қалай екен деп. Өйткені менің енді жаңа айтып отқандай 5 қызымыз бар. Өсіріп тәрбиелеп жатқан 5 қызымыз бар, олар өспейді емес, өседі, ер жетеді, ертең күйеуге шығып кетеді, саяхаттамайды емес, саяхаттайды ғой әрине барлық. Қазір енді барлық адамдар шығады ғой, бір болмаса да, 1-2 рет болса да шығады, иә. Олар шығады, бірақ балалық кездегі естеліктер олар балалардың санасында мәңгілік қалады ғой. Соны ойладым. Және де менің бір арманым бар, балаларымды, қыздарымды шетелге шығарып, елді көрсетіп, жаңағы айтып жатыр ғой, Алланың айтқаны, әлемді көріңдер, менің жаратқанымды көріңдер деп жатады. Сол сияқты мен де сол бір арманым болатын, қыздарымды шетелге алып барсам, көрсетсек оларды. Өсіп кетпей тұрған кезде, күйеуге шығып кетпей тұрғанда көрсетіп үлгірсек, ата-ана ретінде біз не бере аламыз оларға? Әрине тәрбие береміз. Екіншіден сол әлемді көрсетіп, жақсыны көрсете аламыз да. Біздің қолымыздан келетіні сол. Соны көрсете алсақ деп, әр ойланып, бер ойланып, ұйқым қашып, 2 ай бойы ұйқым қашып кеткен. Содан кейін Амангелдіге айттым, мен де қолдаймын, мен де кірсем, енді бір жағынан жұмыла кіріскен жүк жеңіл деп жатады ғой, мен де бір жағынан көмектесейін деген сияқты көрейін деп солай. Енді Аллаға шүкір, қолымнан келді деп ойлаймын. Амангелді мырзаның қасында осылай шашбауын көтеріп жүрмін. Енді қазіргі таңда жаңа айтқандай балаларымызды Дубайға алып барды, Таиландқа алып бара жатырмыз, тағы да Ташкентке алып бардық. Енді өзіміз мына тұрған тіпті осы уақытқа дейін енді биыл енді
20 жыл біздің отасқанымызға жаңа Амангелді мырза айтып жатыр, сен, пожалуйста, 18 жыл ешқайда шықпадық деп айтпай ақ қойшы дейді. Бұл кісі ұялып жатыр да. Мен айтамын, ол несіне ұяласың? Біз сияқты адамдар қаншама деймін да, бәлен жыл тұрып, не то что 18 жыл, бәлен жыл тұрып ешқайда шықпайтын. Ертең өскен кезде балаларым шығарады деп өмір сүретіндер бар. Ертең өскенде зейнетақыға шыққан кезде балаларым шығарады мен деп, сондай үмітпенен өмір сүретін адамдар бар. Ол неменеге мені жасырады екен, мен неменесіне айтпайды екен деп жатырмын да. Одан айтып жатырмын, мен айтамын осы сөзді деп. Мен сонда айттым ғой, айтпай сол айтып жатырмын, айтпа дегеннен сайын айтамыз ба? Сол, осы биыл 20 жыл енді травмаға дейін 18 жыл болған кезде 18 жыл ішінде ешқайда шықпаппыз. Өкінішке орай, енді мен бұл кісіге айтатын, енді барлық әйелдер сияқты айтамыз ғой, біз енді көргіміз келеді, жегіміз келеді, таққымыз келеді деген сияқты ғой, ұстағымыз келеді, киінгіміз келеді, солай емес пе? Сол сияқты бұл кісіге де айттым мен, аман шайықшы, балаларды апарайық, өсіп кетпей тұрған кезде қыдырайық, елдің бәрі қыдырып жатыр ғой, біз кімнен кембіз деп сөйтіп айтатын. Ал бұл кісі айтады, үйімді салып алайын, кредитін жауып алайын, тағы да бірдеңе, балалар өссін, оқуын төлеп алайын, анасы сылтау көп. Айта берсе сылтау көп екен да, жинап көрдік, жиналмайды, ол ақша жиналмайды екен, өйткені той томалақ бар, біз қазақта көп қой ондай, құдай тамақ, той томалақ, тағы да бірден кіріп шығу, қонаққа бару, тағы да бірден қалтамызға 5-10 мың теңгемізді міндетті түрде жай қонаққа барғанның өзінде салып барамыз, солай емес пе? Сөйтіп ол өмір жиналмайды екен да, сөйтіп 18 жыл ішінде ешқайда бармаған біз, 2 жыл ішінде